Жаңа конституция елдегі саяси реформалардың негізгі тірегі. Ата заңға енгізілген өзгерістер азаматтардың құқықтарын қорғауды күшейтіп, мемлекеттік басқару жүйесін жаңғыртуға бағытталған. Қоғам өкілдері бұл бастамалар елдің дамуына жаңа серпін береді деген сенімде. Мамандардың айтуынша, конституцияға енгізілген өзгерістерді тиімді жүзеге асыру заңдардың сапалы орындалуына және мемлекеттік институттардың ашық жұмысына байланысты. Ал қоғам өкілдері реформалардың нақты нәтижесі халықтың тұрмыс сапасын жақсартып, елдің тұрақты дамуына негіз болады деген үмітте. Этномәдени бірлестіктердің өкілдері де жаңа ата заңның ел болашағы үшін маңызы зор екенін айтады. Олардың пікірінше, заң үстемдігі мен әділетті қоғам құру жолындағы өзгерістер халықтың әл-ауқатын арттыруға ықпал етуі тиіс. Мы возлагаем на нее огромные надежды. Біз жаңа қабылданған ата заңға үлкен үміт артамыз. Өйткені конституция өміріміздің ең негізгі құжаты. Барлық өзгерісті оқып, біліп, көріп отырмыз. Ендігіде де елдің үміті ақталып, жағдайы жақсарады деп сенеміз. Бұған парламенттің жаңа жүйедегі жұмысы тікелей әсер етуі керек деп есептеймін.